Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Ақбота. Достар, бүгінгі видеода мен карамельный попкорн жасайтын боламын. Мен әлі карамелін қазір не айтып кеттім. Бәріңе сәлем, достар, сіздермен бірге мен Ақбота. Достар, бүгінгі видеода мен попкорн жасайтын боламын. Бастайық. Попкорнды жасау үшін бізге осындай попкорн, осындай приправища керек. Зерна кукурузы. Біз бұны үй жақтағы супермаркеттен алдық. Мен бұны 80 теңгеге сатып алған болатын, осындай бір пачкасын. Енді қазір бұны пісіруге барайық. Осынша болып пісірдім. Қазір қалай пісіргенімді көрсетемін. Бабасына май құйып аламыз. Астын орташа неде қыздырып аламыз. Ол қызғасын. Жаңағы попкорн зернаны аламыз. Қалғанда аз-аздан салып пісіргендеріңіз дұрыс. Қақпағын жауып, осылай қоймаймыз. Достар, мен қазір қант пен суды араластырып жатырмын. Dostlar, осылай попкорным шықты. Бұны мен
ешқандай карамель ештеңесіз пісіргенім. Қазір карамельмен пісіргенімді көрсетемін. Бірақ оны карамельмен пісірдім деп айта алмаймын. Жоқ, карамельмен пісірдім ғой. Бірақ та дәмді карамельный, бірақ та түрі сары сондай емес та. Мен қант пен суды араластырдым. Және де оны құйдым. Бірақ та ол әппақ сияқты болып тұр ше. Қазір көрсетемін. Осымен видео аяқталды. Видеоны лайк басып, міндетті түрде менің арнама тіркеліңіздер. Ауырмай, сырқамай, бақытты да баянды өмір сүріңіздер. Менің видеоларыма міндетті түрде лайк басып, менің арнама тіркеліңіздер. Сау болыңыздар, сау.